Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 121 сабақ. Бөлім болашақ қаласына саяхат. Сабақтың тақырыбы үстеу. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Мәтінді тыңда. Қазақстан экономикалық кедергілерге қарамай қиын да күрделі шешім қабылдады. 1997 жылы республиканың астанасы Ақмолаға көшірілді. Бұл шешім басқа елдерді де таң қалдырған еді. Аз ғана уақыттың ішінде бұрынғы провинциалды қала адам танымастай өзгерді. Есілді бойлай президент сарайы, парламент ғимараты, Хан Шатыр бейбітшілік пен келісім сарайы, Алау мұз айдыны сарайы, көп қабатты тұрғын үйлер мен ғимараттар жаңаша бой көтерді. Қазақ хандығының негізін салушылар Керей мен Жәнібек хандардың, қазақтың үш атақты биі Төле би, Қазыбек би, Әйтеке бидің ескерткіштері халқын болашаққа бастағандай бейнеленген. Аспанға атылған ақ барыс мүсіні жас Қазақстанның 21 ғасырдағы жарқын да бақытты болашағының символында елестейді. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының болашағы әлі алда. Ол болашақтың қаласы. Тыңдалған мәтіндегі мазмұны бойынша пікіріңді айт дейді. Мәтін не туралы? Мәтін астанамыз Нұр-Сұлтан қаласы туралы. Мәтінді тыңдау барысында көңіліңде қандай сезім ұялады? Мәтінді тыңдау барысында көңіліме қуаныш сезімі ұялады. Астананы, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласын неліктен болашақтың қаласы дейді? Астананы болашақтың қаласы деп атауының себебі ол болашағы бар қала, алда әлемді таң қалдыратын қала болары сөзсіз. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді мағынасына назар аудар. Аз ғана, бұрынғы, жаңаша, алда. Бұлар үстеу болып тұр. Екінші тапсырмаға қараймыз. Сөздерді оқы. Былтыр, күндіз, төмен, кенеттен, алда, жорта, жоғары. Бұл сөздерді етістіктермен тіркестіріп жазып, сұрақ қойып, қай сөзбен байласып тұрғанына назар аудар. Былтыр келді. Не істеді? Келді. Яғни етістіктермен тіркестіріп айтып жатырмыз. Күндіз барды. Төмен сырғыды. Кенеттен атылды. Алда жүрді. Жорта жөнелді. Жоғары ұшты. Осылай етістіктермен тіркестіріп жазамыз. Әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табын үстеудеміз. Үстеулер қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, жүрдек пойызбен елордадан тез келді. Енді балалар, үшінші жаттығуға қараймыз. Суреттегі ребусты шешіп, үшеуіндегі үстеулерді қатыстырып сөйлем құрап көріңдер. Сендер де ребусты дұрыс шешкен шығар деп ойлаймын. Ребустың шешуі қазір, алда деген сөздердің мағынасын береді. Енді осы сөздерге мысалдар келтіріп өтейік. Олар қалаға пойызбен қазір келді. Астанамыздың болашағы әлі де алда. Төртінші жаттығуға қараймыз. Үстеудің мағыналық түрлеріне тиісті сөздермен сәйкестендір дейді. Мезгіл, қашан? Тал түсте, күндіз, түні, ертең, бүгін, күні бойы. Яғни мезгілдің қашан екенін, қашан деген сұрақтар қойылу арқылы мезгілді білдіріп тұр. Мекен деген, яғни қайда деген сұраққа жауап береді. Мекен үстеу төменде, жоғарыда, алғыда, артта, сыртта, қайда деген сұрақтар қойылады. Сын қимыл үстеу қалай деген сұраққа жауап береді. Ақырын, тез, әрең, етбетінен жаңаша. Мысалы, ақырын жүрді десе, қалай жүрді? Ақырын жүрді. Мұны осылай төртінші жаттығуда үстеулік мағыналық түрлерін тиісті сөздермен сәйкестендіріп айтыңдар. Балалар, бесінші жаттығуға қараймыз. Бесінші жаттығуда жұмбақты көшіріп жазып шешуін табыңдар дейді. Күндіз білінбейді, түнде күлімдейді.
Жұмбақтың жауабы жұлдыз. Сендер де дұрыс тапқан шығар деп ойлаймын. Күндіз, түнде деген сөздер мезгіл үстеулері, яғни қашан деген сұраққа жауап береді. Мезгіл үстеуі қашан, қашаннан деген сұраққа жауап беріп, қимылдың іс-әрекеттің мезгілін, мерзімін, уақытын білдіреді. Мезгіл үстеуі етістікпен тіркесіп қолданылады. 6-шы жаттығуға қараймыз, балалар. Шығармашылық жұмыс. Үш себеттің әрбіреуінің ішінде атына сәйкес келмейтін үстеулер кездеседі. Соларды өз себетіне сал дейді. Мысалы, мезгіл үстеу. Кеше, былтыр, қазір деген, қашан деген сұраққа жауап береді. Кеше, былтыр, қазір. Мекен үстеу. Мекен үстеу қайда деген сұраққа жауап береді. Мысалы, алда, жоғары, төмен. Қимыл сын, шапшаң, ақырын, ескіше, қазақша. Мұны осылай балалар үш себеттің әрбіреуінің ішіндегі атына сәйкес келмейтін үстеулерді кездестірдік. Және де жазу арқылы өз себетімізге салдық. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.